Уәде. Мен тұратын шағын ауылда Айсұлтан есімді бала тұрады. Айсұлтанды жасы кіші болкыда, оны барлығы әрдайым уәдесін орындайтын, сөзінде тұратын бала деп білеміз. Бірде ауыл ақсақалы Айсұлтанға бұйымтай айтады. Айсұлтан, таңертең менің сиырымды жаулауға айдап бересің бе? Айсұлтан қуана бірден келісіп, әрине, ата, уәде беремін. Сол түні қатты ауа райы күрт өзгеріп, аспанда найзағай шатырлап, қатты жауын жауады. Таңертең Айсұлтан өзі тоңып тұрса да, уәдесін бұзбай орындапты. Уәдені бұзу, ұят істеп, сырт киімін киіп, жауын астында сиырды жайлауға айдап кетіпті. Айсұлтанның бұл ерлігіне ауыл тұрғындардан қалысыпты. Айсұлтан, сен жауынға қарамай сиырды апардың ба? Иә, уәде адамның ар намысын көрсететін қасиет, мен уәде бердім деп жауап қатады. Ақсақал ризашылығын білдіріп, балалар, Айсұлтан сияқты уәделеріне берік болсаңдар, сендерге ел сенім артады. Сенім ол асқақ абырой, депті. Содан бастап ауыл балалары бір-бірімізге уәде берсек, Айсұлтан сияқты болайық деп айтатын болдық.